Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен ұлы абаймен байланысты өзімнің сұрақ жауап деген блогымды жалғастырамын. Бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады: абайдың музыкалық мұрасы туралы не білеміз? То есть спрашивается, что мы знаем о музыкальном наследии Абая. Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады: абайдың әндері мен күйлері бар. Абайдың осындай күйлері бар: май түні, майда қоңыр, абай желдірмесі және торы жорға. Ал оның әндеріне біз мынаны жаққыза аламыз: айттым сәлем қалың қас, қараңғы түнде тау қалғып, домбыраға қол соқпа, сегіз аяқ, және мен ең сүйіктілерім, жерсіз түнде жарқай және көзімнің қарасы. Енді барын аударайын. Абай сочинял и песни, и күй. У него были такие күйі: май түні, майда қоңыр, абай желдірмесі және и торы жорға. А к его песням относятся айттым сәлем қалың қас, қараңғы түнде тау қалғып, домбыраға қол соқпа, сегіз аяқ, а также мои самые любимые песни: жерсіз түнде жарқай и көзімнің қарасы. Бол достар, сау болыңыз.